Халық арасында жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреу жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, аққуда сөт жоқ, жылқыда өт жоқ деген сөз бар. Осыған қарап, әлі күнге дейін жылқыда өт жоқ дегенді көп адамдар тура мағынада қабылдап, оған еш күмәнданбайды. Неге жоқ дегенге кейбірі мүлде бас қатырғысы келмейді. Ал шындығында жылқыда өттің барын мал шаруашылығы саласында ғалымдар жақсы біледі. Олар маманданған кезде мұның бәрі оқытылады. Армысыз қадірменді YouTube көрермен. Бүгін сіздерге халық арасында жылқыда өттің жоғы туралы біраз мәліметтерді береміз. Шынымен де жылқыда өт жоқ па? Осы жайында мына ақпараттардан видеоның соңына дейін қарап біле аласыздар. Жылқының өті болмайтын болса, организмге түскен қореттік заттағы май ыдырамайды, ішек қимылға келмейді. Бұл туралы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Қайрат Исхан. Организмде өттің екі түрі кездеседі. Біріншісі қаптағы өт, екіншісі бауырлық өт. Азық қабылдағанда ауыз қимылдаған кезде қарын қимылдап, ішекке қоректік заттар барады да, қалтадағы өт ішекке тамып өз жұмысын жасайды. Бактеристік қызмет атқарып, микроорганизмдерді өлтіреді. Ата-бабаларымыз өт қалтасы болмағандықтан жылқыда өт жоқ деп айтып кеткен. Ол сырт көзге бірден көрінбейді. Бауырдың ішін тілсеңіз, өттің сол жерде жинақталатынын көресіз. Ал жылқыны сойған кезде бауырды бөліп алып, ағзадан тыс жерде қараса, өзектерінде ғана аздаған жасыл түсті сұйықтықтар кездеседі. Өйткені бауырдың ішінде өт цистернасы деген болады. Мал дәрігерлерін дайындаған кезде осының бәрі айтылады. Бұл ғылымда қазір ешқандай талас тудырмайды. Ғылымнан хабары бар адам оны жақсы біледі. Мәселен, 1993 жылы шыққан «Жануарлар физиологиясы» деген кітапта да жазылған. Оның алдында бұл туралы академик Базанованың 1960-70 жылдары шыққан оқулығында да жазылған болатын. Бұл енді қай уақытта дәлелденді дегенде нақты бір адамның атын атау қиын. Жылқытанушы және бұл саладағы түрлі оқулықтар мен әдістемелік құралдардың бірқатар ғылыми кітаптардың авторының пайымдауынша, жылқының анатомиялық ерекшелігін сүйекке қарап, ал физиологиялық ерекшелігін қызметіне байланысты анықтайды. Ең кемінде 4000 жылдық тарихы бар жылқы шаруашылығының отаны саналатын жерде өмір сүрген халық бұл сөзді жайдан жай айтпаған. Ол адамды ойлануға бағыттайтын өзіндік бір ерекшелікке ие тұжырым болуы әбден мүмкін. Шындығында келгенде жылқыда өт бар. Қарында өңделген қойытпақ жеке-жеке үлеспен ащы шекке өтеді. Ащы шек 3 бөлімге, ұлтабар ұшына, аш ішекке, мықын шекке бөлінеді. Ащы шекте қоректік заттар ең соңғы бөлімдерге дейін ыдырап денеге сіңеді. Мұндай күрделі үдерістердің атқарылуына, ішек қуысына, ферменттерге бай, ас қорыту сөлдерінің бөлінуі және ішектің кілегейлі қабығының құрылымдық ерекшеліктері әсер етеді. Ас ішек ас қорыту жолының ең ұзын бөлігі. Оның ұзындығы жылқыда шамамен 20 метр. Ал сыйымдылығы ас қорыту жолы сыйымдылығының 20-30% құрайды. Ащы ішек қуысына өт, ұйқы безінің сөлі және ішек сөлі құйылады. Осы сөлдер құрамындағы ферменттер әсерімен ішек қуысында белоктар, амин қышқылдарына, көмірсулар, моносахаридтерге, майлар, глицерин мен май қышқылдарына ыдырайды. Аталған өнімдер ас қорыту жолының осы бөлімінде денеге үлкен қарқынмен сіңеді. Оған ішектің кілегейлі қабығының құрылымдық ерекшеліктері мүмкіндік береді. Жылқыда, түйеде, бұғыда, кептер, егеуқұйрықта өт қабы болмайды.
Оның рөлін бауыр өзегінің кеңіген жері өт цистернасы атқарады. Сондықтан организмде өттің екі түрі болады: бауыр өті және қапшық өті. Олар бір-бірінен негізінен физикалық қасиеттерімен ерекшеленеді. Қапшық өті қоюлау, қоңырқай келсе, оның тұтқырлығы мен тығыздығы бауыр өтімен салыстырғанда жоғары болады. Себебі өт қабынан судың едәуір мөлшері кері сорылады. Ас қорыту үдерісінде өт маңызды рөл атқарады. Өт ұйқы безі сөлі мен ішек сөлі құрамындағы ферменттердің әрекетін жандандырады. Оның құрамында өт қышқылдарының тұздары майларды эмульсиялап, олардың қорытылуын жеңілдетеді. Майлардың ыдырау өнімдерінің сіңуін қамтамасыз етеді. Тәулігіне жылқы 5-6 литр өт бөледі. Бауыр зат алмасу үдерісінде де маңызды орын алады, яғни ол тосқауылдық қызметін атқарады. Бауырда гликоген жинақталады, амин қышқылдары күрделі биохимиялық өзгерістерге ұшырап, жылу түзіледі. Зат алмасу үдерісінің барысында түзілген уытты заттар, олар аммиак, индол, фенол, скатол және крезол залалсызданады. Демек, қорытындылай келгенде айтарымыз, бауырдың негізгі қызметі азықтық құрамындағы майды қорытуға қатысады. Жылқы жануарында өт бар, тек өт қабы болмайды. Өт болмаса, онда ас қорытылмайды, май эмульсияланбайды, ішек қимылы баяулайды, дәрмен-дәрілер жақсы сіңбейді және жылқыда өт қабы болмайды. Оның рөлін бауыр өзегінің кеңіген жері өт цистернасы атқарады. Осымен, қадірменді YouTube көрермен, сіздерге осы сұрақтың жауабын толығымен айтып түсіндірдік деп ойлаймыз. Ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, қазақша контентті қолдап, каналды демеп, осы ақпараттарды таратып, лайк басып жіберсеңіздер риза болып қалар едік.